Бала тілі бал, аққаланың мұрны. 5 жасар Гүлім әжесі екеуі сырғанаққа барды. Ол жерден балалар тұрғызған аққаланы көрді. Аққаланың мұрны сәбізден, көздері көмірден жасалыпты. Басына шелек киіп алыпты. Гүлім аққаланың қасына барып, біраз қызықтап тұрды. «Әже», деді бір кезде, «аққаланың мұрны неге қызыл?» деп сұрады Гүлім. «Ол күні бойы аязда тұрады ғой балам. Әбден тоңып, содан мұрны қызарып кеткен ғой», деді әжесі. Сырғанақта түс ауғанша жүріп, үйге келген соң әжесі: «Гүлімтай, барып қарашы, анаң бізге не тамақ әзірлеп қойыпты?» деді. Ас үйге кірген Гүлім сәбіз турап жатқан анасын көрді. Дереу әжесіне жүгіріп келіп: «Әже, анам аққаланың мұрнынан тамақ жасап жатыр». Қардың ашуланғаны. Қалада тұратын Аян мен Асқар ауылдағы атасының үйіне қонаққа келді. Келген бойда екеуі далаға асықты. «Ей, байқаңдар, бақшадағы қарды кешпеңдер. Оның ашуы жаман, аяқтарыңды тістеп алады», деді атасы оларға қарап. Онысы қар кешіп аяқтары су болмасын дегені ғой. Балалар аулада асыр салып ойнады. Ойынның қызығына түсіп, бақшаға қалай кіріп кеткендерін байқамай да қалды. Беті қатқан қалың қарға табандары тигені сол еді. Сықыр-сықыр еткен дыбыс естілді. Басқан сайын күртік қар ойылып, одан бетер сықырлай түсті. Қорқып кеткен Аян мен Асқар үйге қарай жүгірді. Есік алдында тұрған атасы екі немересіне күлімдей қарады. «Ей, не болды сендерге?» «Ата, ата!» деді екеуі жарыса үн қатып. «Бақшадағы қарды басып едік, ашуланып кетті». Жыл сайын. Бүгін Шалқардың туған күні. Ол 5 жасқа толды. Оны құттықтауға көп қонақтар келді. Дастархан басында оған арналып жақсы тілектер айтылды. Бір кезде атасы сынамақ болып: «Шалқаржан, сенің туған күнің қай күн?» деп сұрады. Шалқар жаңылмай жауап берді: «5 шілде». «Дұрыс, жарайсың. Ал енді туған жылың қай жыл?» деп сұрады атасы қулана жымиып. «Жыл сайын», деді Шалқар еш ойланбастан. «Өзіме қалай қараймын?» 6 жасар Шалқарды балабақшадан бүгін әжесі алды. Олардың үйлері бұл арадан алыс емес, жаяу баратын жер. Әжесі немересін көше бойымен жетектеп келе жатты. Шалқар аяғын дұрыс баспай, қайта-қайта сүріне берді. Бір кезде әжесі: «Шалқар-ау, сүріне бердің ғой, көзіңе қарап жүрсеңші», деді. Шалқар кілт тоқтап қалып: «Әже, мен өз көзіме өзім қалай қараймын? Аяғыңа қарап жүр деп айтсаңызшы», деді. Бала тілі бал. Арнаға тіркеліп, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Арнадан басқа да қызықты қазақша ертегі әңгімелерді тыңдай аласыздар.